Қазақмыс өз тәжірибесінде тұңғыш рет сапасы төмен шикізатты тиімді өңдеу мақсатында жаңа технологияларды іске қосты. Флотациялық гидрометаллургиялық құрама технологиялар шикізаттан 91-94% мыс алуға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда Қазақмыс мамандары төменгі сұрыпты кен мен кен байыту өндірісінің техногенді қалдықтарын өңдейтін гидрометаллургиялық технологиялар жөніндегі жобалық сметалық құжаттарды әзірлеуге кірісті. Если кратко остановиться на технологии, технология заключается... Технология туралы қысқаша айтар болсақ, ол тотықтандыру, хлормен күйдіру, сілсіздендіру және мыс электролизінен тұрады. Өте маңызды процестің бірі тотықтандыру, хлормен күйдіру процесі. Второй процесс, который очень важен, это... Оны корпорация қызметкерлері ойлап тапты. Осы пештің авторы Малышев Виталий Павлович корпорацияда бас конструктор болып жұмыс істейді. Работает у нас главный конструктор Малышев Виталий Павлович, который является автором этой печи. Дүние жүзі бойынша ешкімде мұндай пеш жоқ. Ең алғашқы зертханалық пеш осыдан 2 жыл бұрын Қарағанды құю машина жасау зауытында жасалған болатын. Қазіргі таңда мамандар үздіксіз жұмыс істеп, сағатына 5 тонна қара мыс концентратын өндіретін өнеркәсіптік пешті жобалауға кірісіп кетті. Бұл пеш Жезқазған мыс балқыту зауытында арналып әзірленіп жатқан тәжірибелік өнеркәсіптік учаскенің ажырамас бір бөлігіне айналмақ. Мы пришли к тому, что... Бұл жерде концентратты хлормен күйдіру тәсілі өте тиімді болады деген тұжырымға келдік. Бұған дейін ол көптеген себептерге байланысты өнеркәсіпте пайдаланылмаған болатын. Негізгі себептің бірі дәл осы процесті өнеркәсіптік ауқымда іске асырылмаған және оған мүлдем талпыныс болмаған. Біз осыны жүзеге асырдық. Нам это удалось. Гидрометаллургия жылдар бойы игеріліп келе жатқан кеніштерді жұтаң кенді өндірудің тиімді тәсілдерінің бірі болып табылады. Бұл әсіресе 80 жыл бойы пайдалану барысында 1 миллиард тоннадан астам кен алынған Жезқазған кеніші үшін өте маңызды болып отыр. Работы у нас еще много, и мы постараемся Атқарылатын жұмыс өте көп және біз оны ақырына дейін жеткізуге тырысамыз. Яғни корпорацияға өңдеудің рентабелді технологияларын ұсынамыз. Сол арқылы Жезқазған аймағының да жалпы Қазақмыс компаниясы жұмыс істейтін өңірлердің де ғұмырын ұзартуға көздеп отырмыз.